Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде ачма булочкасының қарапайым ғана рецептісін ұсынатын боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі қарапайым ғана заттардан тұрады. Соған қарамастан өте жұмсақ, дәмді болып шығатын осы булочканың жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта осы каналымда тағы да неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алдыменен құрғақ ыдысымызға бір түйір жұмыртқамызды жарып саламыз. Ал екінші жұмыртқамыздың тек қана ағын саламыз, сарысын булочкамыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Жұмыртқамыздың үстіне жарты шай қасық ас тұзын салып, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне қантымызды салып араластырамыз. Қантымыз еріген кезде қаймағымызды салып араластырамыз. Енді масамыздың үстіне 1,5 шай қасық құрғақ ашытқымыздан салып, ашытқымыз ерігенге шейін жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз үстіне. Суымызды құямыз. Суымыз бөлме температурасынан сәл-пәл жылы болу керек. Жақсылап араластырып алғаннан кейін енді үстіне 1 шай қасық табиғи балымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Балымыз әбден толық еру керек. Өлшеп алған ұнымыздың барлығын бірден салып жібермей, ситыдан өткізіп тұрып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек. Дайын болған қамырымыз осындай жұмсақ, эластичный болып шығу керек. Қамырымызды салфан қалтаға салып, не болмаса бетін жауып, көтерілуге алып қоямыз. Көтерілген қамырымызды қайтарып 2 рет илейміз. Дайын болған қамырымызды столымыздың үстіне алып, астына ұн сеуіп, оқтауменен қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз өте қатты жұқа болып кетпеу керек. Қамырымызды жайып алдық. Қамырымыздың қалыңдығы осындай болу керек. Өте қатты жұқа да емес, қалың да болмау керек. Енді үстіне бөлме температурасында жібіп тұрған сары майымызды қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Сары майымызды осылай қолымызбенен барлық жеріне тегістеп жағып алғаннан соң, қамырымызды беттестіріп, бүктеп аламыз. Шаршы қылып бүктеп алған қамырымызды енді үстінен оқтауменен осылай жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды пышақпенен осылай лента қылып кесіп аламыз. Қамырымызды кесіп алдық.
ортасы осындай қатпарлы болып шығады. Енді қолымызбенен екі жаққа айналдырып, жгут сияқты қылып, екі басын біріктіріп, ашмамызды формалап аламыз. Егер де ашмаларымыздың формасының үлкендігі ұнамаса, онда лентаны екіге бөліп, екі ашма шығаруға болады. Ашмаларымызды формалап алдық. Алып қалған жұмыртқамыздың сарысын үстіне біраз қасық сүт құйып, беттеріне жағып шығамыз. Жұмыртқамыздың сарысын бір емес екі рет жақсаңыздар, сол кезде ашмаларыңыз өте қып-қызыл, әдемі болып пісіп шығады. Мінекей қатпарлы ашмаларымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі қатпарлы, әрі жұмсақ болып шықты. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Жасалу жолы оңай, өте қарапайым рецепті. Қарапайым ғана заттардан тұрады. Егер де осы видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, ұмытпай тұрып қоңырау шанында баса кетіңіз. Видеоны соңына дейін көріп кеткендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.